Әл-Хасан былай деп айтады: нағыз тақуалар кім деген кезінде, Алла тағала арам еткен нәрседен қорыққан, сақтанған адам, және Алла тағала бұйырған парыз амалдарды орындаған адам шынайы тақуалардан болып есептеледі деді. Және Умар ибн Абдул-Азиз: тақуа болу ол тек қана күндіз ораза ұстаумен және түнде намаз оқумен ғана шектелмейді, осы ғибадаттармен ғана өлшенбейді. Тақуалық дегеніміз ол Алла тағаланың арам етіп тыйым салғанын тәрк ету және Алла тағала бұйырған істерді орындау. Ал енді осыдан кейін кім жақсы нәрсемен ризықтандырса, онда ол жақсылықтың үстіне жақсылық болып табылады деген. Яғни біз әрқайсымыз өзіміздің қандай нәрсемен ризықтанатынымызды көңіл бөлу керек. Жақсы амалдар жасасақ, адалға жақын болсақ, арамнан сақтансақ, соған сәйкесінше жақсылығымыз артып, оның үстіне жақсылық болады.